Ассалаумағалейкум, қайырлы достар. Бұл сабақ, яғни біздің екінші сабақтың жалпы тақырыбы сапалы тауар, сенімді зауыт. Ол біз үшін өте маңызды. Сенімді зауыт сапалы тауардан кейін, яғни жылдан бастапқы кейін әрқайсысы жақсы сатылымға ие болса, саудаңыз жүреді. Сондықтан сапалы тауарды және сенімді зауытпен жұмыс жасау біз үшін өте маңызды. Ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай нәрсе, просто бірақ осыны жақсы игеріп алу керек. Сондықтан сіздерге біраз түсінікті қылып айтып жатырмын. Енді келесі осы видеода тауардың сапасын тексеру жолдары. Енді бұл стандарт өзінің тексеру жолдары бар, соған қараймыз. Яғни практика жүзінде сіздерге көрсетейін. Банктарына 1688-ді іздеген сумка іздеген болатынбыз. Яғни 20-да 50 юанның аралығы деп іздеттік. Ары қарай көреміз. Мысалы, біз осы аралықтағы мынандай сумкалар кезігеді бізге. Төмен қарай іздесеңіз көп. Өйткені өздеріңіз білесіздер, 500 іріктеу жасағанда 530 сумка қалған екен. Енді ары қарай сапасын қалай көреміз? Мысалға, бір сумканы алсақ, мына 30 юан дейді, 33 юан осыны ала салайық. Біз тауарды тапқаннан кейін, сол тауарға кірген кезде, яғни сол тауардың енді секіріп, осы тауарды сататын зауыттың сайтына кіреміз. Яғни көріп отырғандағыларыңыз, міне, бұл арнайы осы тауарды сататын зауыттың сайты. Иу қаласындағы, яғни зауыт бір. Яғни бір туа. Бұл туаға кіргеннен аз тұрып тағы да бұл зауыттың арнайы бір видео жасалады. Енді жоғары жағында екіге бөлінеді. Бірі дайын тұрған тауарлар. Кез келген клиент алуға болады. Екіншісі, яғни сіз осы зауыттың мүшесі болып кіресіз. Ол кезде бақ сізге ішкі бағасын береді. Әрине ол пока қазірше сіздер бұны дамытқанша жасамайсыздар, Алла қаласа болашақта оны жасайсыздар. Яғни кейбір кезде өздеріңіз көріп отырғандайша Қазақстанда патенті құқығын алған, яғни сату құқығын алған, сондықтан ары қарай сата бересіз. Ішкі бағамен сатасыз, арзан бағада. Яғни бұл тауарды көреміз, міне сапасы 33 юан деп отыр, шамамен 2000 теңгеге жетпейді. Бағасы өте арзан. Бірінші қарайтынымыз мына жердегіне. Жалпы бұл пікірге байланысты жұлдызша қойылады. Бұл жерде жұлдызша 3 жұлдызшадан жоғары болса, стандарт түрде жақсы, сенімді, жақсы жұмыс жасалған тауарлар деп есептеледі. Және де сатылым мөлшері, сатылым 30 күннің ішінде 1430 сатылым болған екен. Негізінен жақсы сатылымда тұр. Үшінші біз қарайтынымыз пікіріне қараймыз. Пікіріне қараймыз. Тілін ауыстырайын сіздерге. Пікірі қанша көп болса, сонша жақсы. Мысалы, жақсы, күшті, қолдау. Енді қазақшаға да аударып отыр. Сапасы өте жақсы деп отыр. Осы сияқты сапасына біз озығына қарауымыз керек. Пікірлеріне. Пікірлері біз үшін өте маңызды. Пікірі мына жұлдызша 3 жұлдыздан жоғары болу керек. Енді бұл тауардың әрқай зауыттың сенімділігін анықтау үшін тағы да қарайтын боламыз. Ол енді осы зауыттан әрқай кіру керек. Енді бұл үш нәрсені көріп болдық. Яғни былай өзіңіз қарап көресіз. Сапасы негізінен бағасына сай, лайықты, сапалы. Төменге тартамыз. Қанша мынандай светтер бар. Мысалы, мынандай свет қызыл, қара. Өзіңіз қарап отыра аласыз. Бағалары міне. Және де біз ескере кететін жайт, мына оң жағында қанша зауытта, яғни складта қанша үштік қалғандығы көрініп тұрады. Егер де мына өте аз қалатын болса, 10 үштіктен төмен болса, алмай қойсаңыздар болады. Басқа сумканы алсаңыздар болады. Өйткені таусылып кетуі мүмкін.
Соған байланысты кейбір кезде завод салмай ақша қайтару сондай бір мәселе туындап жатады. Енді бұл тауардың толық ақпаратын төмен жақтан көріп отырамыз. Төмен тартасыздар. Яғни бұл тауардың толық ақпаратын міне. Тілін аударайын. Яғни бұл шетелге бағытталып арналған сумкалар. Салмағы 0,45, яғни 500 грамдай болады. Ұсынылған баға мынау, яғни және де ішінде қандай материалдан жасалғаны барлық ақпараттар осы жерде бар. Одан төмен тартатын болсақ, осы сумкаға байланысты жақсы әдемі реклама жасаған тауарлар шығар. Фотолар міне, дайын фото. Ешқандай сіздің өзіңіздің әкеліп бұлай фотоға тартып сатуыңыздың қажеті жоқ, дайын фотолар. Реклама жасағанда өте пайдалы. Сондай арнайы сумкалар міне. Дайын сумкалар реклама жасайсыздар. Яғни сіздерге бұның қытайша әріптерін қалай алып тастау керек, бұл жерге қандай әріп жазуға болады, сондай программалар соңғы сабақтарында үйрететін боламын. Қалай осы фотоларды қалай кесіп алсақ болады, мысалы, яғни мына фотоларды кесіп алу керек әдемі. Реклама жасауымыз керек. Сол кезде қандай программаны қолдану керек, текст жазу керек болады. Қалай сол сияқты оның бәрін үйрететін боламын. Алаңдамаңыздар. Ең керекті саудаға керекті деген ақпараттарды, программаларды үйретемін. Осы сияқты өзіңіз қарайсыз алып жұмыс жасалады. Және тағы бір саладағы тауарға көрейік, іріктеу жасап. Біз мысалға, яғни алдындағы сабақта айтып кеттім, мына арнайы сапалы тауарларды іздейік. Бастан аяқ үйренгеннен бастап сапалы тауар іздеп үйренейік та. Арнайы сапалы тауарлар. Үкімет атынан сертификат берілген тауарлар. Бір тауарға ала салайын қазір. Мына сумканы ала салайын. Қарап отырсаңыздар, міне сапалы тауарлар бүкіл әлемге. Қарап отырсаңыздар, міне AliExpert, Lazada, eBay, Amazon, Wish, яғни басқа шетелге сатылатын тауарлар. Арнайы шетелге бағытталып жасалған тауарлар және де сапасы өте жақсы, 3-тіктен жоғары алу керек, 41 юан. 2000, 2500 теңге, 3000 теңге жоқ. Бағасы өте жақсы, қарап отырсаңыздар міне. 5 жұлдызы бар, 30 күннің ішінде 28.053 сатылған. 7000-ге жуық пікір қалдырған. Енді арғай көруімізге болады пікірлер. Пікірін жақсы қарайсыздар, егер де жақсы болса, жақсы деп пікір қалдырады, нашар болса, нашар деп пікір қалдыру керек еді. Осы үшеуіне қарайсыздар, бірінші. Қарасаңыздар міне. Енді төмен қарай толық ақпараттарын көрейік. Пікірлерін көреміз мінден. Қазақ тіліне аударайын. Міне. Шынында жақсы дейді, өте жұмсақ және арқан ыңғайлы деп жатыр. Қарасаңыздар, бұндай пікірлер өте көп екен, 7000-ға жуық пікір бар екен. Яғни бұл тауардың сапасы жақсы деуге болады. Өте тамаша, жақсы. Енді тауардың толық ақпаратын көрейік. Біз енді бұл тауар жақсы, сапасын анықтадық. Енді, яғни заказ беру үшін реклама жасау керек болады.